Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін осындай кухнядағы форматтағы видео түсіріп жатырмын. Басқа видеоблогерлерден көрген шығарсыздар. Рецепттерді көрсетіп, жалпы қалай дайындайды. Сіздерді бүгінгі Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Егер бүгін бізде 21 Наурыз. 21 Наурызға қарсы мен әрине наурыз көже пісіргім келіп жатыр. Мен негізі бұл наурыз көжені жыл сайын пісірем деп айта алмаймын. Бірақ осы жылы пісіріп көрейін деп жатырмын. Және қасына пирог, өзім білетін, және бауырсақ пісірем. Мен күшті кухаркамын, күшті повармын деп те айта алмаймын. Өйткені үй жағдайында сол рецепттерді әркімнен үйренген. Анамыздан үйренген кезінде, бала кезімізде жыл сайын әрине бәрімізде де наурыз көже болған. Бірақ рецепттері шамалы басқаша болған. Ол кезде мейіз, өрік, менің ойымша қатты сорпамен ұйғаспайтын нәрселер қосылған. Және де сіздерді наурыздарыңызбен құттықтаймын, әрине жаңа жылдарыңызбен. Өйткені маған наурыз жаңағы 31 декабрда, 31 желтоқсанда болатын жаңа жылға қарағанда өте шын жаңа жыл десем де болады. Өйткені қалай айтсам болады, қыста болатын жаңа жылда қыс, ертеңнен тағы да қыс. Ал бұл кезде табиғат құлпырып, барлығы жасарып, жап-жасыл болып, адамдарда құлпырып, күн жылынып, жаңа жыл басталады. Соның мағынасы бар. Ал қыстағы жаңа жылдың маған онша мағынасы жоқ деп ойлаймын. Бірақ ол жаңа жылды әрине бәрін тойлаймыз. Сол сіздерге қазір рецептін көрсетем. Мен көбінесе бұл рецепті де интернеттен таптым. Ссылкасын астына қоям. Сіздерге керек болса, рецепт қана болып керек болса. Және де пирог өзімнің рецептім. Бауырсақ әрине бәріміз білетін. Бауырсақтың рецепті ол бауырсақ. Бәріміз білетін. Сол, ал кеттік. Әрине сіздер оңтүстік жақтан болсаңыздар, ішіне мейіз, өрік, жаңа соларды қоссаңыз да болады. Бірақ мен оны қоспаймын, өйткені оны қоссам, оны балаларым жемейді. Мен 100% білем. Өйткені ондай нәрселерді олар жемейді. Сондықтан мен тек осындай арпаларды қосам. Және жаңағы айтқан құрт, және айран немесе қатық қосуға болады. Әрине мұнан бәрін қайнатып аламыз, 2 сағаттай, содан кейін саламыз. Ең соңында суық болғанда айран саламыз. Айранды ыстық күйінше салмау керек, өйткені ашып быршып кетеді, бірден іріп кетеді. Былайынша айтқанда. Және мына қайнап жатыр, ендігі сізге дайындап салып жатқан кезде қосыламын. Және пирогты бастайық. Сіздерге мен бір қызықты нәрсе көрсеткім келіп тұр. Бүгін жаңа магазинге барған кезде мынандай зат сатып алдық. Бұл салатный лист. Салатқа арналған көк жасыл. Ол қараңыздар, жасыл. Бұның астында бұл салат қой, салат былайынша қарағанда. Бірақ асты мынандай тамыры бар, өсіп тұратын. Мен әкелдім да мынау банкеге сала салдым. Бұл не үшін? Мен мұндайды бірінші рет алып тұрмын. Күйеуімне айттым, ол қатты ұнатпады, оны не істейсің? Ол 2 есе қымбат. Мысалы, мынандай салаттар 100-150 тұратын болса, бұл 250 тұрды. Сонда 2 есе қымбат. Бірақ бұл ана салатқа қараған кезде, сіз мынаның бәрін қолданбайсыз ғой. Қонақтар келетін болмаса, көп той болатын болмаса, сіз бұны қолданбайсыз. Жартысын, мына жақын жартысын қалып қояды. Бұл менде қалмайды, өйткені бұның тамыры бар, бұл көпке дейін шыдайды. Менің ойымша 10 күнге дейін шыдау керек. 10 күннің ішінде барлығын жаймендеп тауысып бітіресіз. Сол үшін мен тамырымен алдым, тез өлмейді. Мынандай фирма аты Green Eco деген. Соны көреміз енді дәмін, сосын ендігі сіздерге қосылғанда айтып өтемін жалпы не екен. Ал енді біздің наурыз көжеме келетін болсаңыз, менде мынандай қайнап жатыр. Бұл жылқының еті. Және де мынандай крупадан тұрады. Қазір сіздерге мен барлығын қосып жуып және суға салып қойдым, істей берсін деп. Мына қараңыздар, мына жақта күріш бар, тары бар, арпа бар, және гречка бар.
және де кукуруза қосам. Ішіне кукурузаны мен Бондюэльдің кукурузасын алдым. Жалпы Бондюэльдің кукурузасы ғана алдым, өйткені мен қаттысын алайын, оны көп асу керек болды. Менде қазір уақыт жоқ, оны асып тұратын. Соңына қарай дайын болған кезде қоса саламын. Және де бұған тағы да құрт қосамыз. Қазір мен барлығын қостым. Құрт және айран немесе қатық екеуін араластырып қосамын. Сонда 7 ингредиент болу керек барлығы. Әрине, егер сіздер оңтүстік жақтан болсаңыздар, жалпы олар қосатын мүйіз, өрік, тағы да басқа нәрселерді қосуға болады. Бірақ мен ал енді біз мынаған 4 жұмыртқа және маргарин. Маргаринді мен ерттім. Микроволновка салып, және сәл қант. Сосын мынандай сгущенка. Сгущенка болғанда мынау какао деген. Соны осыны қосамыз. Және де барлығын араластырып, блендермен де жасауға болады, негізі. Блендермен де қоссаңыздар болады. Үстіне қант қосасыздар және разрыхитель тесто. Менде дәл пирогқа арналған форма болмай тұр. Мында кекстің формасына отдельно ледін салып жасатын болғанмын. Өте жақсы шығады. Мындай формаға салсаңыздар, қандай пирогтың формасына салсаңыздар, домалақ немесе адамдар жасап жатады анау әртүрлі формаларға. Жүректің формасы, басқан алманың формасы, өздеріңіз кез келген формаға жасауға болады. Және де бұны 40 минуттай ұстаймыз, 180 градуста. Бірақ 40 минут көп болып кетуі мүмкін, сіздің плитаңызға байланысты. Егер сіздің плитаңыз тез жасайтын болса, алдынан қолданып жүрген болсаңыз, соны жасайсыз. 30 минутқа қоясыз. Егер менікі 180 градуста 40 минуттай тұрған жақсы. Өйткені ерте алсаңыз піш болып басылып қалады, сол кезде болмай қалады. Егер сіздер жақсы, күшті білетін рецептеріңіз болса, әрине маған комментарийға қалдырыңыздар. Мен күшті повармын деп айта алмаймын, бірақ үйдегілерім осы пирогымды жақсы көреді басқаларға қарағанда. Сол қазір мен барлығын араластырамыз жақсылап. Мен анау миксермен істеуге болады негізі бұны. Бұған бірақ бұны жылтоқ пен белокты бір-бірімен алып олай жасауға қажет емес. Бұл пирог, бұл бисквит емес. Сондықтан мен бұны мындай венчикпен жасаймын. Мен жаңа айтпай кеттім, мына жерде біз үстінен ұн қосамыз. Ұнды қосқан кезде мынау тұру керек былай шамалы. Және сметана сияқты болу керек. Сонда консистенцияда болу керек. Қатты болып кетсе де жаман болады, көп қоспаңыздар. Мен негізі бұл ұнды 200 грамм, 300 грамм қосамыз деп айта алмаймын, өйткені мен көзбен қосам. Көзіме және де осылай ұстап көрем, сол кезде қалай өзіме ұнайды, солай жасаймын. Негізі көп рецептерді мен сонда өзімнің көзбен қарап солай жасаймын. Бәрі жақсы шығады. Және мен жаңа какаоны, қантты және маргариннің жақсы качествосын алдым. Қосамыз, және де ұн қосамыз, сонымен араластырып, қазір мына формаларға саламын. Формаларды астын не пригораймын, бірақ сонда да маған майды қосам, майды жағам. Солай, қыздар. Және де сіздерде жақсы бисквиттердің рецептері болса, маған комментарийға әрине тастаңыздар. Ал қыздар, сіздерге көрсетіп жүрейін, не шыққан. Мынандай кекстер шықты. Негізі кекс болды, бірақ бұны пирог қып пісіруге болады. Формаға жаңа бәрін айтып өттім ғой сіздерге. Және осылар жаңа артылып қалған мынаяққа жасадым. Менде мынау крупаланым ісініп тұр. Мен ішінен етті алып шықтым. Етіміз мұнда. Мұнда жылқының еті. Және де мынаяққа мен құртты езіп қойдым. Құртты жақсылап езесіздер, мен езілген осы, негізі бұл жаңа құрт емес. Сондықтан бұл қаттылау екен. Сол. Қазір енді бізге қана жаңағы сорпамызға арпаларды салу ғана қалды. Ал мен наурыз көжемді сіздерге көрсетейін. Осындай болып шықты. Ыстық кезінде қазір жиын деп жатырмыз. Біз менен тамақ жейм. Өйткені қарнымыз ашып кетті. Рахмет сіздерге менімен болған үшін.
келесі кездескенше. Қыздар, сіздер арықтау туралы, жүктілік туралы және бет күтімі туралы видеолар сұрап жатсыздар. Ондай видеолар болады. Просто мен балаларым бар, үйім бар, семьям бар, жұмысым бар, сондықтан мен үлгермеймін бәрін түсіруге. Бірақ түсіруге тырысамын. Сау болыңыздар, наурыздарыңызбен. Құттықтаймын.